Шыңғыс деп өлтірдім. Мен көргенде ұйықтап жатқан. Білмеймін кім өлтірген. Шыңғыстың ажалы өзінде. Оның кінәсі жоқ босады. Боссың бар еді. Мен жұмыс іздеп келдім. Бар да жуын ол. Сеніміңді ақтамасам мағынсың. Тәрбиелі текті жердің қызы деп ел мақтаған аяулы жан боларсың. Бақыттымын барыңа, тілекшімін бағыңа, жаным құрбан жолыңа қарындасым. Бақыттымын барыңа, шаттық сыйлап жаныма, жүре берші ұзақ боп өмір жасын жанаға. Бақыттымын барыңа, тілекшімін бағыңа, жаным құрбан жолыңа қарындасым. Бақыттымын барыңа, шаттық сыйлап жаныма, жүре берші ұзақ боп өмір жасын. Да. Сұрақтар бар. Нұрлан кір. Анау бізге керек пе? Не жүректі жігіт, не ақымақ жігіт. Бір көру көресе керек. Білмеймін. Ұнамайды маған сол. Өзің білесің, сонда да бір тексер. Мен кеттім. Жүр.
Көйлек жүргізе аласың ба? Кеттік. Жұмыс бар. Бағана сабақтан келе жатсам, артымнан біреу Жанар деп айғайлағандай болды. Қарасам жоғарғы курстағы ғалым екен. Содан қасыма жақындап, қалың қалай деп айтты. Сосын? Интонациясын естісең ғой сен, қалың қалай деп күлді маған. Сосын? Айнұр түсіреді. Айнұрды не үшін іздеді екен, Нұр іздеген шығар басқаны. Мадина, сен жігіттерді мүлдем түсінбейсің осы? Жігіттердің ойлары бөлекте, айтқан сөздері мүлде бөлек қой. Расымен солай. Жоқ, мен түсінбеймін. Қасыма келіп, Жанар мен сенімен сөйлескен келеді. Болмаса саябаққа қыдырып қатайық деп айтса қайтеді, Айнұрды сұрай бергенше. Қызық екен, е? Солай шығар. Солай. Жігіттерге ненің қалай екендігін түсіндірмейінше ұқпайды ғой өздері. Басқаларды сұрап жүре береді өстіп, Жанар, қолың бос па? Не болды? Бір жерге барып керекші. Ұзақ па менің жұмыстарым бар? Жоқ, ұзақ емес. Өзім барып қорқып тұрмын. Жарайды, барайық. Немен барамыз? Қас такси ұстайық. Адресін қарай салайын. Темегіңді үш. Кімді күтіп тұрмыз? Кеттік. Менің мұндай жерге бірінші рет келуім, Мадина. Мен де. Сен өзің кіре берме, сен күте тұрам, е? Жарайды, ешқай кетіп қалмашы. Аха, ұзақ жүрме. Макс, қалайсың? Бәрі дайын ба? Біз қазір барамыз.
Қайда барамыз? Жұмыс бар. Осыған дейін делоға барып көріп пе? Күмәнің бар ма? Бар. Жүр онда. Дәлел керек болса. Ғабиттер шықсын. Бірге барамыз. Мен істеуім керек сонда. Қазір бір үйге барамыз. Сен сыртта көлікте күтесің. Біз кіреміз де шығамыз. Қандай жағдай болмасын көлікте отыр. Бар болған сол ма? Ешқайда кетіп қалма. Онда не болар белгісіз. Мен де ішке кірерім сендермен. Көмегің керек болып қалар. Мен саған не айтып тұрмын? Сыртта күтетін адам керек. Отырмайым десең кете бер. Түсіндім. Если что, бардачокта ствол бар. Алло. Қайда жүрсің? Тездет. Біз машинада боламыз. Жүр. Сәлеметсіз бе? Сәлемет пе? Қалай кірдің бұл жерге? Кешіріңіз, мен осы жерде тәрбиеленетін бір қыз іздеп жүрген едім. Сыртқа шық. Бұл жерге кіруге болмайды. Жоғары жақтан рұқсат алып кел, кейін кіресің. Бар. Өтінем, бір-ақ минутқа жолығып шықсам болды. Жоқ, болмайды. Неге сендер айтқан тұқпайсыңдар? Бұл жер онсыз да кейін қиын болып жатыр. Мені жұмыстан шығарып тастайды. Ал сендердің ештеңелерің кетпейді. Жарайды, мен қаз рұқсат алып келейін, бірақ осында кемірсем бола ма? Сен өзің кімге келдің? Ұлпан. Фамилиясы Даирова болу керек. Ол қызға сен кім боласың? Ағасының досымын. Боранның ба? Я, сөйлесе алам ба? Қалай айтсам болар екен. Не болды? Ұлпан біреулердің қолынан қаза болды. Қалай үшін? Қашан? 2-3 күн болды. Боран өзі келген жоқ па? Жоқ, байқамадым келген. Жарайды. Боран келіп жатса, сені Мадина іздеп жүріп жатсаң ғой, өтінем. Жарайды, бірақ ол бұл жерге келмейтін шығар. Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы, сау бол.
О, алдар жігіттер. Грузиндердікіндей емес әрине. Но, Макстың шашлығын ешкім жамандамаған. Сенің шашлығың сағынды қой, бауырым. Машинада біреу отыр ма не? Келдің ма не? Камерадан қарасам біреу отырған сияқты. Отыра берсін. Штамын тексерейік. Стажер ғой. Ғаба, пияз ақпыш. Бәрі дайын болған кезде өзім айтам. Негізі адам жеткілікті. Оны өзім шешей. Тәке, сосын қай жерде қалай болатын бұл жолы өзіміз шешейік. Болды, келістік. Қалған ойымдамаңыз. Не алып бара жатсың? Кешкі ас. Мына жерге қоя сал. Өзім алып барам. Елес қоштасуға кел бері, соңғы рет көрсең мені, ұшып кетсем таппайсың мүлдем енді. Аэропорт, кездесу мен қоштасу мүмкін емес достасу. Мен бұл жерде не үшін ұстап отырсың? Саған көмектесіп жатыр. Өз-өзіме қамқор болуға шамам жетеді. Өз-өзіңе қамқор бола алсаң, бұл жерде не істеп жүрсің? Мен үшін тағы қанша адам өледі? Жақындама маған.
Саған жамандық тілемеймін. Сен қыздарың сияқты емеспін. Жібер мені. Сәлеметсіз бе? Рұқсат өтіп кіміз? Кешіріңіз, сәлеметсіз бе? Отыра беріңіз. Мен адам жоғалу туралы арызын деп едім. Маған кім жіберді? Білмеймін, осында жіберді ғой. Менде басқа жұмыс жоқтай. Жарайды. Не дедіңіз? Мен адам жоғалған туралы арыз жазайын деп едім. Жоғалғанда қанша уақыт болды? Нақтысын білмеймін, 2 немесе 3 күн. Қалай білмейсіз? Сіз оның кімі боласыз? Мен жақын адам болып келем. Жоғалған адамның туыстары ғана арыз жазса болады. Ал сіздің арызыңызды қабылдай алмаймыз. Ренжімеңіз. Ол жетім. Менен басқа іздейтін адамы жоқ. Жетім болса, больница, моргтаға барып көрдіңіз ба? Жоқ. Ендеше, бірінші сол жаққа барып көріңіз. Ол сіздердің әріптестеріңіз болып келеді. Полиция қызметкері. Біздің бөлімшеде істеді ме? Білмеймін. Дайыров Боран. Танымайсыз ба? Дайыров Боран. Жоқ. Мүмкін басқа бөлімшеде істейтін шығар. Онда қандай бөлімше екенін біліп бере аласыз ба? Жоқ. Ол үшін базаға кіру керек, рұқсат алу керек. Ал мен... Өтінем, егер сіз маған тауып берсеңіз, мен сізге кедергі болмай, сол жаққа барып іздеймін. Жарайды. Аты кім деп едіңіз? Боран. Боран Дайыров. Дайыров Боран. Азыр көрейік. Таптыңыз ба? Дайыров Мағжан деген азамат бар екен. Көкшетау қаласында тұрады, сонда жұмыс істейді. Бізге Алматы қаласы керек шығар. Я, осында істейді.
Өкінішке орай ондай азамат жоқ. Өтінем, дұрыстап қарап беріңізші. Қарындас, базада ондай адам жоқ. Демек, полиция қызметкері емес деген сөз. Түсінбедім. Қалай сонда? Қарындас, қазір алаяқтар көп. Мүмкін бір нәрсеңізді алып кеткен болар. Жоқ. Боран ондай емес. Алаяқтардың барлықтары ондай емес. Ендеше, алаяқтық бойынша арыз жазасыз ба? Жоқ. Өзіңіз біліңіз. Бізде жұмыс көп, уақыт жоқ. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Ғабит. Не болып қалды? Сыртқа шығып, аспанға кекіре татшы. Не үшін? Бар. Давай. Давай. Не болды? Бар, шақырып кел. Исақ сағат отырды ғой. Шақырып кел деймін. Не болды? Нұрлан шақырып жатыр. Тыныштық па? Жүрсей сөзім білесің.
Мәдикош, кеш қасқа не дайындайын? Қарным аш емес. Айран іше салам. Қызым, маған ренжіп жүрсің ба? Жоқ. Сабақпен басым өтіп отыр. Анада қаттырақ айтып қойдым ба деп. Өзіңді ренжітіп алдым ба деп уайымдап жүрмін. Әкем екеуіңіз мен болашағыма алаңдайсыздар. Әрине. Мен оны түсінем. Бірақ мен кішкентай қыз емеспін ғой. Ай, балам-ай. Кішкентайсың деп тұрған жоқпыз ғой. Алайда әкең екеуміз ненің қалай екенін сенен жақсырақ білетін шығармыз. Ана жігітің әуелі өзіңді құрметтемейді ғой. Сіздер мән жайын білмей айта саласыздар. Не болды, балам? Айтсаңшы. Боранның қарындасы қайтыс болған. Ол сол үшін келе алмай қалды. О, Боран. Кел отыр. Че за развод? Балам ба мен саған? Да не парься, бәрі жақсы. Танысып қой, Макс. Макс, Боран. давай отыр. Пиво, миво. Че там? Сүт бар ма? Баланың қарны ашық болды. Че там, Макс, ары қарай не болды айта бер. Иә, не деп жатыр едім жаңа? Не деп едің? Не бір қызық бірдеңе айтып аттың ғой. Не дей? Той жайында ма? Жоқ, ол басқа әңгіме. В общем, ұмытып қалдым жігіттер. Атың Боран дедің ба? Иә. Қойш, мен Клико хама десем. Кликоға демекші. Енді есіме түсті жаңағы әңгіме. Самат, Винни Пух жайлады ғой. Иә, қалай еді сол? 90-шы жылдары. Мынау көшеде ларектар көп еді ғой. Самат соның біріне барып терезесін қағып, анау-мынау алмақшы болған ғой. Сосын маңайына қарап ешкім жоқ болғаннан кейін жайлап агушканы бұзып ішіне кірген ғой, басымен беліне дейін. И заттар жайлап ала берген. Саматты білесіңдер, толық еді ғой. Артқа шегініп шығайын десе шыға алмайды. Короче, 2 сағаттан кейін жаңағы ларектің қазайыны келеді. Самат тұр, көреді, шок болған ғой. Сосын сразу менттерге звондап сол жерде ұстатып жіберген ғой. Содан бастап Винни Пух болып кеткен ғой. Басыр. Сондай қызық болған жігіттер. Иә. Қай жақтан боласың? Тарас. Шыңғыстың досы екен. Шыңғысты білем, я. Иманды болсын. Өзі ғой дұры. Қайда жүрдің? Не тірлік? Жақында ғана шықтым. Сразу осында келдім. Қайда отырдың? Двойка. Тарас. Да, ты чё? Мен де сонда тұрдым ғой. Қай қадада болдың? Кімге қарадыңдар? Баха чемодан. Я? Точно білем оны. Макс, сен қашан шықтың?
13-тен 17 ғой. Аты звонка, та звонка. Боранды көрмедің бе? Біреуді көрмедім. Сен? Он бесте кеттім. 3 жыл болдым. Боран деген пассажир точно болған жоқ. Ты уверен? Да, стопудов. Түсінбедім. Кім бұл сонда? Че кірісі? Ұсталдың ба? Что, падла? Закрой свой клич! Болды дей! Пусть за базар ответит. Ашыңды бас! Максқа әдейі еткізем мен! Театр. Жынды ғой мынауың.